Компьютерлік сауаттылық. Кіріспе. Ең алдымен компьютер деген сөзге назар аударайық. Бұл сөз ағылшын тілінен енген, аудармасы есептегіш деп аударылады екен. Енді компьютер деген сөздің анықтамасына көшейік. Анықтама осындай өте ауқымды әрі күрделі. Есептеулерді жүргізуге, ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығаруға арналған құрылғы. Бір қарағанда өте күрделі, бірақ бөліп егжей-тегжейлі қарастыратын болсақ, бірден түсінуге болады. Алдымен мына екі сөзді алып қарастырайық. Есептеулерді жүргізуге. Компьютер түрлі есептеулерді жүргізеді. Ары қарай қиын емес. Ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша, алдын ала белгіленген алгоритм деген сөзге аса үлкен мән бермеңіздер. Кейінгі сөздер өте қарапайым. Қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтижені шығаруға арналған құрылғы. Енді осы анықтаманы жақсылап тұрып естеріңізде сақтаңыздар. Кейін мысалдар келтірген кезде өте түсінікті болады деп ойлаймын. Жалпы компьютердің қандай түрлері бар? Соған назар аударайық. Біз көбінесе компьютер деген кезде дәл осындай дербес компьютерді есімізге түсіреміз. Оның жүйелік блогы бөлек болады, оған қосымша монитор, пернетақта мен тінтуір керек болады. Сонымен қатар кең тараған ноутбуктар, моноблоктар, бұл жерде бүкіл құрылғылары осы дисплейдің, монитордың ішінде болады да, қосымша тек қана пернетақта мен тінтуір керек болады. Планшеттер, оларды да толығымен компьютерге жатқыза аламыз. Смартфондар және де ерекше категория деп атауға болады. Бұлар бір платалы компьютерлер. Олардың ішіндегі ең кең тарағаны осы суретте көрсетілген Raspberry Pi. Түрлі ойын консольдары, оларды толығымен компьютерге жатқызуға болады. Және де ерекше атап кететін бір категория ол суперкомпьютерлер. Олар арнайы бір күрделі есептеулерді жүргізуге қолданылады. Енді анықтамаға оралайық та, сол анықтаманы түсіну үшін мына нәрсені еске түсірейік. Қарапайым адамды қарастырайық. Адамда ақпаратты қабылдайды, өңдейді, сақтайды және сыртқа шығарады. Адамның миы ең мықты процессор деген сөзді жиі естиміз. Енді соған нақты мысал келтірейік. Мысалы, адамды қарастырайық. Ол ақпаратты қалай қабылдайды? Оны көбінесе сезім мүшелері арқылы, яғни көреді, естиді, сипап сезеді, дәм сезеді, иіс сезеді және тағы басқа. Ақпаратты өңдейді, яғни келген ақпаратты адам ойланады, керегін алып қалады, керек емесін ұмытады, немесе белгілі бір өзгерістер енгізеді, қорытады. Ақпарат есте сақтай алады. Адамда ең қызығы жадының екі түрі болады екен: жылдам жады және де тұрақты жады. Компьютерде де дәл солай. Бұған кейінірек тоқталамыз. Ақпарат шығарады, яғни біз сөйлейміз, сөйлеу арқылы ақпарат жеткіземіз, біреуге ымдаймыз, қозғалыстар арқылы немесе түріміздің мимикасы арқылы. Бұл құбылыстар бізге әбден таныс. Енді компьютерде де дәл осы қызметтерді атқарады екен. Мысалы, осы жүйелік блокты алып қарайық. Оның ішіндегі құралдар жаңағы айтылған қызметтерді атқарады. Мысалы, осы компьютердің сыртқы корпусы мен аналық платаны ең негізгі қаңқасы деп алсақ болады. Адамның қаңқасы бар болатын болса, бұл компьютердің қаңқасы. Енді жүйелік блоктың ішінде осындай үлкен аналық плата болады, бірақ ноутбуктың ішінде сәйкесінше осындай кішіректеу болады. Тіпті телефонның ішіндегі схеманы да аналық платаға әбден жатқызуға болады. Адамның миы компьютердің процессорымен пара-пар деген сөзді жиі естиміз. Айтып өткендей, ол негізгі бөлік компьютердің процессоры. Яғни негізгі есептеулерді атқаратын бөлік. Келесі бөлік ол видеокарта деп аталады. Бұл құрал тікелей компьютердің бейнемен жұмысына жауап береді. Яғни сіз көретін бейнелер, ойын ойнасаңыз, соның бәрі осы видеокартаның негізінде жүзеге асады. Кей жағдайларда бұл видеокарта мына процессормен екеуі бірігіп орындалуы мүмкін. Яғни сізде дәл осындай үлкен видеокартаны көрмесеңіздер, мен компьютерімде видеокарта жоқ, бірақ мен бәрібір бейнені көре аламын деп ойламаңыздар. Демек, сіздің видеокартаңыз мынау процессормен бірігіп жасалған. Келесі жедел жады.
орысша айтқанда оперативная память деп аталады. Тұрақты жады. Тұрақты жадының бірнеше түрлері бар. Нақты мына жерде қатқыл диск көрсетілген. Енді адам түрлі қызметтерді атқару үшін қоректену керек. Дәл сол сияқты осы аталған заттардың барлығына белгілі бір деңгейде қорек керек, яғни қуаттау керек. Оған осындай қуаттау блогы жауап береді. Ал сіздің ноутбугыңызде қуаттау блогы сәл басқаша орындалған. Тіпті сіздің ұялы телефоныңызда да оны қуаттауға қойған кездегі қолданатын құралды қуаттау блогы деп атаймыз. Адам ыстықтаған кезде өзінің денесін суытады, яғни терлеу арқылы, басқа арқылы, сол арқылы қалыпты температура ұстап тұрады. Осы құралдарда жұмыс істеген кезде қызады, және де олардың қалыпты температурасын сақтау үшін салқындату жүйесі қолданылады. Қарапайым салқындату жүйесі осындай вентилятор мен радиатордан тұрады. Ал қазіргі таңда өте қуатты салқындату жүйесі, яғни сұйықтық негізіндегі салқындату жүйелері бар. Сонымен қатар адам түрлі мүшелері арқылы ақпаратты қабылдап және де сыртқа шығарылады. Компьютерде де бұған арнайы құралдар бар. Ақпаратты енгізуге біз көбіне тінтуір мен пернетақтаны қолданамыз. Сол арқылы компьютерге белгілі бір пәрмендер беріп ақпаратты енгізе аламыз. Және де ақпаратты шығару үшін көбінесе монитор қолданылады. Сол арқылы біз ақпаратты көре аламыз. Немесе дыбыс шығару колонкалары арқылы дыбысты ести аламыз. Жалпы енгізу шығару құрылғылары өте көп. Мына жерде сіз біраз енгізу шығару құрылғыларын танисыз деп ойлаймын. Жалпы компьютерді көбінесе екіге бөліп қарастырып жатады. Оның аппараттық жабдықтамасы, яғни ағылшынша hardware деп атап атады, және де бағдарламалық жабдықтамасы. Оны көбінесе software деп айтып атады. Бұл екі ұғым бір-бірімен өте тығыз байланысты. Мысалы, адамды қарастыратын болсақ, адамның тәні бар, яғни денеміз бар, сонымен қатар адамның жаны бар. Адамның жаны оның тәнімен тығыз байланысты. Яғни біздің жанымыз болмаса, біз қозғалмайтын едік, ақпаратты қабылдамайтын едік, оны шығармайтын едік, тек қана ет пен сүйек болып қалып қалатын едік. Компьютермен де дәл солай. Осы аталған құралдардың, яғни аппараттық жабдықтаманың барлығы ешқандай пайда бермейді, егер оның бағдарламалық жүйесі болмаса, яғни операциондық жүйесі болмаса. Операциондық жүйенің ең кең тарағаны ол Windows, сонымен қатар Linux отбасысы бар, яғни Linux-тың негізінде жасалған операциондық жүйелер, және де Apple компаниясының құрылғыларында қолданылатын өзінің операциондық жүйесі бар. Олар әр құрылғыға өзіндік жеке атаулары бар. Осымен біздің компьютерлік сауаттылық курсының кіріспе сабағы аяқталды. Ақпарат түсінікті болса, келесі сабаққа көше беріңіздер.